Ал Айгүлге сұрақ кеттік. Мысалы, екеуміз типа азаматтық сияқты некеде деп айтады біреулер, или бірге тұратын болсақ, қандай сіз үшін минус бар? Мысалы, бірге тұратын болсақ. Бірге минус, енді бір некеге тұрмай жатып көп қой негізі минустар. Оның бәрін тізіп айту керек қой. Айтса, адым бірақ тізіп қой. Жаңағы қара, по-любому мен өзім негізінде ана тарапта болатындай елдер азаматтық некені қолдайды, қолдамайтындар бар. Мен негізі онша қолдамайтындардың қатарында едім негізі. Сол үшін әрине бірінші некеге тұрсан, уже все бәрі болады деген сөз ғой. Дальше. Енді білмеймін енді қалай болатынын, азаматтық неке деген миыма да кіріп шығады осы уақытта. Еще сен түсінген бойынша балаларыңды қатыстырғың келіп тұрған жоқ, иә? Конечно, балаларымды пока міне точно некеге тұрып жатырық, шынымен де үйленіп жатырық деген кезде әрине таныстырамын өзінде. Кәдімгідей заңды некеге тұрған кезде. Үйленбей тұрып таныстырмаймын дейсің ғой, короче. Так, хорошо. Ал қандай плюстары бар деп ойлайсың, если бірге тұратын болсақ? Плюстары негізі бір-бірін жақыннан таниды, негізі адамдар. Көбінесе тұрмысқа шығатын кезінде ол адамды онша білмейсің ғой, қатты бірге тұрмаса деген сияқты. Ал енді плюсы жақыннан қатты танып, точно андай решение әкелесің, мен адам ба, мен адам емес па деген сияқты. Тұра аламын ба, тұра алмаймын ба деген сияқты ма? Иә, ол да бар. Сұрақ па не? Тағы да күштіміз бе, бір өзің жүрген адаммен күнде бірге. Иә, енді ол да бар әрине. Ол да бар. Плюсы да көп негізінде. Енді соңғы решениеңіз қандай болып тұр негізі? Соңғы решение шыны керек, білмеймін даже, шынымен де өте ауыр ойланатындай сұрақ болды ғой негізінде. Сол үшін кішкене больше неке қиып барып тұрған дұрыс па деген ой болып тұр. Мысалы, мешітке барып некені қиып деген сияқты ғой. Қайтып сырғалым мен дейсің ғой. Конечно. Сырғалымда ол кезде некеге тұра ма білмеймін, шыны керек. Кәдімгідей некеге тұрып деген ма? Елі зайыпты деген сияқты ма? Иә. В общем, Айгүлмен кездестік. Кеше гүлін алып жатыр. Кеше біз оған заттарын алып келдік, ол бізге қарбыз алып келді. Бір қарбыз кішкене түрі кетіп қапты. Неге түрі кетіп қала береді? Мен берген нәрсем бәрі. Мен берген нәрсем бәрі неге түрі кетіп қала береді? Өзім шын ниетіммен алып келем осы. Главный ниет болғанда кішкене түрін келтіріп алып келу керек қой. Жоқ, енді түрі мен ішін ашып бермейді ғой, саған негізі ашып көріп алу керек екен, кесіп беретін еді ғой. Бүгін просто нарқыз көріп алайын деген ғой. Ертең Шымкентке кетемін, ары қарай Түркістанға кетемін, сонымен. Қашан келесің сен? Не істейсің ана? Может, айтасың жарсың, қашан келесің? Қарбыздың қызыл болғанда айтатын едім. Айгүлдің лучший досын көріп қойғансың ғой. Әділ жүргізуші. Екеуі, короче, заттарын дайылап, ешкімге айтпай, суға барадыр екен. Жүрсін міне. Гүлмен барасың мен суға? Гүлмен барасың мен суға? 4:30 дейін кеш емес па, Қапшағайға барған жарты сағат қой кішкене. Не бастауын деп жатыр өзі, не болайын деп жатыр. Сен деп жатқан ол деп жатырсың. Сен кеп қалдың ба? Жазайын деп жатқан негізі осындай партияға баратыр деп. Қандай? Пати? Кешегі жетпеді ма? Кешегі видеоларын что-то тарап жатыр ғой. Ай, ол жерде сәл билеп жатыр. Онда тұрған не кім билейді айтшы? Мысалы, өзіміз, бәрі өзіміз болған кейін билейсің ондай жерде. Немен кетіп баратсыңдар енді? Біз ба? Таксимен? Қапшағайға ма? Иә. Дұрыс. Апарларың келіп тұр ма біз? Бізге Қапшағай жаққа баруға болмайды да. Біз ол жаққа барсақ кішкене андай бір басқаша есіктерге кіріп кетеміз да, короче, шықамай 2 күн қалып қоятын жағдайымыз бар да, короче. Онда бармай қойыңыз. Ол жаққа баруға болмайтын болып тұр, короче. Мен қарбыз сатпасам, обычно сразу екеу сатып аламын, потому что біреуін алсам, осындай іші кішкене босап қалуы мүмкін да енді. Поэтому қазір екіншісін бәрін көріп отырмын. Маза жоқ, дәмді болып тұр, но андай кішкене босап қалғанда, короче. Дәмді. Бірақ кішкене босап қалыпты байғұс. Екінші қарбыз күтіп отырмын. Короче, жаңағы неудачный қарбыздар. Қазір тағы новый қарбыз келді. Енді, иә? Бірақ нан қарағанда бірінші нан жеп көрейікші, мынау қызық болып тұр. Ертең күнге дайындалып жатырық. Мына жақта киімдері түктеліп жатыр.
менде бар, бірақ 24 градуста тұр. Ертең қызық күн болайын деп тұр. Бірақ мен что-то кожам өзіме алмап жүрген емес, кәдімгідей тап-таза болып тұр. Плоско болып тұрсың, короче. Қалай дейсің? Ешкімге керек емес сияқты болып қалдым да, Неге? Бәріңе звондайды, маған что-то звондамай жатыр, ешкім іздемей жатыр. Өзіңді кішкене ненужный сезінатсың ба? Сәл сондайлар бар отыр. Мен сезінемін, өзім маған ешкім звондамайды, по идее. Қойшы, Иә. связанный мане. Сондай болып тұр. Маған чисто по работе звондайды, короче, адамдар. Жан қалайсың? Жаным что-то сені сағынып жатырмын деген жоқ қой. Ана родной бірақ әңгіме жоқ, звондаймын. Оған бейсе звондаймын. Керек адам ғой кәдімгі.